Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту. 103-ші сабақ. Бұл тақырыптан біз көбейту амалының алгоритмін қолданып есептер шығаратын боламыз. Қасым хан 16 ғасырдағы қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі. Ол Жәнібек ханның баласы. Оның арманы қазақ еліміздің тәуелсіздігі еді. Және ол орындалды. Бірінші есеп көрсетілген сандарды кему реті бойынша орналастырсақ, осы Қасым хан атамыздың шығарған заңның атауын табады екенбіз балдар. Енді ең үлкен сан бізде 264. Ол Қасым, 119 ханның, 95 қасқа, 48 жолы. Сонда қандай сөз шығады екен? Дұрыс айтасыз балдар, Қасым ханның қасқа жолы деген заң шығарған екен. Екінші есеп. Есептеуді баған түрінде орында деп тұр. Бірінші есеп қарайық. 31-ді 2-ге көбейт дейді. Ол үшін 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 62 шықты. Екінші есеп. 13-ті 2-ге көбейт дейді. 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Сонда 26 шығады. Кеше тақырыпты өткендей бірліктің ондықтың астына жазамыз. 21-ді 4-ге көбейт дейді. 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 84 шықты. Осылай қалған есептерді шығарып, мына жердегі шығарған есеппен салыстырып көріңіздер балалар. Үшінші есеп. Амалдардың орындалу тәртібін анықта және баған түрінде есепте деп тұр. Шығарып көрейік. Бірінші есеп. 1000 алу, жақша ашылған 425 алынған 403, жақша жабылған көбейту 4. Енді бірінші орындалу тәртібі бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Кейін көбейтіндіні орындаймыз. Ең соңында алу амалын орындайды екенбіз. 1000-ның өзін жазамыз. 425-тен 403 алсақ 22. Алу амалы жазылады. Көбейту 4. Одан кейін көбейтуді орындаймыз. 22-ні 4-ге көбейтеміз 88. Енді 1000-нан 88 алып тастаймыз. 912 шықты. Екінші есеп. Екінші есепте де бірінші көбейтуді орындаймыз. Кейін қалғандарын қосып шығамыз. 521 4-ге көбейтеміз 84. Қалғанын қосамыз, сонда 744 саны шықты. Үшінші есепте бірінші жақшаны орындаймыз. Кейін көбейтіндіні үшінші қосуды орындаймыз. Төртінші есепте бірінші көбейту, екінші көбейту, екеуінен шыққан қосындыларды қосамыз, сонда 184 шықты. Балдар өздеріңіз шығарып, мына есепке қарап тексеріп алыңыздар. Төртінші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді. А есебі. Қазақ халқының тарихы туралы фильмді 900 адам көрді дейді. Оның 325-і ересектер, ал қалғаны балалар екен. Фильмді қанша бала көрді дейді. Бұл жерде X балалардың саны дейік. Сонда 900 ал X тең 325 деген теңдеу құрастырамыз. X тең 900-ді теңдеудің оң жағына өтеміз. 900-ден аламыз 325-ті. X-міз тең 575. Сонда жауабы 575 бала көрген екен. Екінші есеп. Кітапханада қазақ халқының тарихы туралы 118 кітап бар. Жаңа кітаптар әкелгеннен кейін 265 кітап болды. Неше жаңа кітап әкелінді дейді. Шартын құрайық. X қосу 118 дейміз. Барлығы 265. X-ке нешті қосақ 265 шығады. X тең 265-тен аламыз 118-ді. Сонда X айнымалымыз 147 шықты. Сонда 147
жаңа кітап алынған екен. 5-ші есеп. Сызбаны пайдалана отырып, 3 амалмен шығарылатын есептер құрастыр деп тұр. Есептердің бірін шығар және құлын, табын, жылқы сөзін пайдаланып, бізге есепті шығар деп тұр, иә балдар? Мені суретке қарап, біз өзіміз бір есептің шартын құрастырайық. Есептің шартын былай құрастырайық. Қасымханның жалпы 100 жылқысы, табыны және құлыны бар. Оның 25-і құлын, 28-і табын. Сонда Қасымханның қанша жылқысы бар дейді. Олсын, жылқыны X деп аламыз. 25 құлын, 28 табын. Барлығының қосындысы 100 еді. X-ті табу үшін бірінші 25 пен 28 қосып аламыз. X қосу 53 болды, тең 100. Енді 100-ден 53 тауып тастаймыз. 100-ден 53 тауып тастасақ 47 шықты. Сонда жылқының саны 47 екен.